Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен біздің сабақтарда қандай платформалар қолданылады, біз қандай ресурстармен жұмыс жасаймыз, сол туралы сөз етеміз. Кеттік. Сабағымызды түрлендіру үшін және білім алушыларға қызықты болу үшін біз түрлі платформаларды қолданамыз. Соның бірі Bamboozle платформасы. Бұл жерде тест түрінде, ойын түрінде сабақты түсіндіруге болады, тапсырма беруге болады. Мысал ретінде бұл жерде айтыс туралы тапсырма болған. Айтыс туралы тапсырманы сұрақ-жауап ретінде балалар таңдайды. Ойынның әртүрлі тақырыптары бар, түстері бар. Келесі мысалы, отбасы, отан туралы мақал-мәтелдер. Оларды қазақ тіліне аудару керек болады. Оны біз боулинг түрінде ойнап көрелік. Боулинг түрінде 2 команда немесе 3 командаға бөлініп, сұрақтарға жауап беруге болады. Бұлай сұрақ беріледі, оның дұрыс жауабын атап, келесі турға өтеді. Командалар кезек-кезекпен сұрақтарға жауап беріп, жауап қабылданса, тапсырма соңында, ойын соңында көп ұпай жинаған топ жеңіске жетеді. Бұл балаларға сабақты түрлендіріп өткізуге, қызықты өткізуге көмектеседі. Келесі ол Miro платформасы. Miro платформасында сабақты түсіндіруге де болады, тапсырмады жасауға болады. Картинка түрінде, сурет түрінде ойнатуға болады. Ал сонымен қатар оқулықпен жұмыс жасағанда диалог түрінде, сұрақ-жауап, сәйкестендір түріндегі тапсырмалар өте көп. Сурет арқылы сұраққа жауап беру, сәйкес дұрыс сөзді қою, грамматика түсіндіру. Келесі тапсырма ол Kahoot. Kahoot ойыны барлығы біледі, әсіресе балаларға өте қызықты. Бұл тез-тез ойналатын тапсырманың бір түрі. Қазақ тіліндегі тапсырмаларды да осы платформа арқылы көрсетуге болады. Келесі платформа WordWall. Бұл платформада сурет арқылы, сөйлемдер арқылы тапсырмалар құруға болады. Қазір біз мына жерде сөйлемдің жалғасын табып көрейік. Бұл өлеңнен үзінді. Суретпен байланысып және сөз тіркесі арқылы сөйлемді жалғастырамыз. Сол сияқты бұл жерде балалар жеке телефон арқылы орындай алады, ортақ тапсырма ретінде де орындай алады, және ауызша, жазбаша да жауап бере алады. Тапсырма соңында балалардың рейтингісі шығады, өз атын белгілеп, қанша секундта және қанша дұрыс жауап берді екені көрініп тұрады. Оған қоса басқа да платформалар бар, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.